Жалпы сіздерге бір айта кететін нәрсем бар. Біз баспана KZ-тің каналын өзгертіп жатырмыз. Яғни Сату TV деп өзгертіп жатырмыз. Себебі YouTube-тан іздегенде кішкене таба алмай жатады. Сол себепті Сату TV деп каналымыздың атын өзгертіп жатырмыз. Және бұл жерде тауын қауыз салынып жатыр. Бұл жалпы бұны үйге айырбастап сатып алуыңызға болады. Ассалаумағалейкум, құрметті тұрғындар. Біз Приморскийде орналасқан Ақтау қаласындағы тауын қауыспен және салынып жатқан домды түсіретін боламыз. Жалпы сіздерге бір айта кететін нәрсем бар. Біз баспана KZ-тің каналын өзгертіп жатырмыз. Яғни Сату TV деп өзгертіп жатырмыз. Себебі YouTube-тан іздегенде кішкене таба алмай жатады. Сол себепті Сату TV деп каналымыздың атын өзгертіп жатырмыз. Ендеше ары қарай кеттік, түсіре берейік. Бұл яғни Приморскийде теңіз жағалауында орналасқан тауын қауыс. Оның қасында достар қонақ үйі бар. Және бері қарай жүрсек, бұл жерде 3 этажды дом салынады. Қазылып тұрған жерді байқасаңыздар, бұл жерде 3 этажды дом салынады. Бұл 3 этажды домда 90, 100, 120, 180, 240 әртүрлі квадрат метрдегі бөлмелер болады. Бұл 3 этажды домның квадрат метрдің бағалары 150 мың теңгеден басталады. 150 мың теңгеден. Және бұл жерде тауын қауыс салынып жатыр. Бұл біздің салынып жатқан екінші тауын қауымыз десек болады. Ал менің мініп тұрған жерім бұл бірінші тауын қауыс. Мына екінші тауын қауыста бұл 3 этажды, яғни бұл 2 этажды, 2 тауын қауыста 3 этажды болады. Және астында подвалы болады өзінің. Бұл подвалын тегін қосып береді. Сонымен яғни 4 этажды болып есептесе де болады. Бұл подвалын егер алатын болсаңыздар 100 квадрат метр подвалын тегін қосып береді. Бұл біздің екінші тауын қауыстың бағасы 35 миллион теңге. Ал мен тұрған бірінші тауын қауыстың бағасы 45 миллион теңге. Бұл себебі теңізге жақын орналасқандықтан. Жалпы тауын қауысты алудың бірнеше варианты бар. Жалпы бұны үйге айырбастап сатып алуыңызға болады, немесе бөліп төлеу арқылы сатып алсаңыз болады, немесе ипотекаға алуға да болады. Жалпы варианттар бар, ауыстыру, сатып алу жағынан. Және бұл тауын қауыстың квадрат метрі 420 мен 450 квадрат метрдің арасында болады. Жалпы бұл тауын қауыс, бұл жердің бәрі территориясында ойын-сауық кешендері, бала, бақша барлығы орналасатын болады. Және былай қарасаңыздар, теңізге қарама-қарсы бетте орналасқан өте әдемі, адамдардың демалуына өте керемет әсерлі болып тұр. Егер осы үйді алатын болсаңыздар, сұрақтарыңыз болса, осы астында тіркеліп кеткен номерге хабарласыңыздар. Описанияға номер қалдырамыз. Және Инстаграмнан қарасаңыздар да болады суреттерін. Егер бұның толық қалай болатын суреттерін көргіңіз келсе, прайлисті көргіңіз келсе, біздің жеке WhatsApp нөмірін жазсаңыздар, сізге толық мағлұмат беріп, бұның қалай болашақта қалай құрастырылады, соны суретін беретін боламыз. Бұл жалпы 2021-дің бірінші кварталда аяқталады бұйырса, осы тауын қауыспен салынып жатқан домдар. Ендеше әр қазағын баспаналы болсын, лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Және біздің каналды жан-жаққа таратып, қолпаштап, қолдап жіберіңіздер. Әр қазағын баспаналы болсын.